Цехimiz осы. Енді бұл салаға осы 95 жылдан бері қарай бір өмірім осымен келе жатыр ағашшылықпен. Осы жігіттің жанында жүріп, ағашшылыққа қызықтым. Енді қазақтың қанына бар қасиет қой. Осы шеберханасын көріп, кішкене жүрегім ауырып қалғаны бар, өйткені мүлдем жағдай жасалмаған. Негізгі менің бұрынғы мамандығым музыкант болған. Домбыра 20 мың теңгеден басталып 300 мың теңгеге дейін барады. Оның сол анау дыбысы дейміз, стилу мәнері, әшекейі. Мен содан қорқамын, адамдар бұны жалғастырмай қала ма деп. Араққа салынып кеткендер болады ғой. Жағдайым дұрысталса, осы тәрбиелеп бір қайдадан бір адам қатарға қосып өзім жұмысыма кіргізсем деп. Ағаш, ғасырлар бойы адамзаттың досы, тұрмысының тірегі, өнерінің қайнары. Одан үй салдық, жиһаз жасадық, тіпті тарихты жаздық. Ағаштың тілін түсіп, жаңқаға жан беретін шеберді бүгінде столяр дейміз. Бұл бағдарлама соларға арналады. Столяр ағаштан әртүрлі бұйымдар жасайтын маман. Ол тек ағашты кесіп жонумен шектелмейді. Ол әр ағаштың қасиетін, оның құрылымын, ерекшелігін ескере отырып, оған сәйкес өңдеу әдісін қолдана білуі керек. Столярдың қолынан есік, терезе, жиһаз, баспалдақ, тіпті музыкалық аспаптар да шығады. Ол ағаштың жанын сезіп, оған өнер туындысының дәмін үрлейтін шебер. Енді мен бұл салаға осы 95 жылдан бері қарай бір өмірім осымен келе жатыр ағашшылықпен. Әкем де, атам да осы ағашшылықпен шұғылданған адамдар. Сонымен келе жатып жалғастырып бірақ. Кішкентайымнан бастап, оқушы күнімнен бастап ағаш дүние істеп, қолдан шауып істеп бір қатты қызығатыным ғой. Сода бір осымен шұғылданып келе жатырмын ғой. Содан арға жалғасқан қалып осы ұлттық дүниелер істеймін. Арасында темірмен айналысамыз, құрылыспен айналысамыз. Қытайда 10 жыл, Орыста 20 жылдың үстінде жұмыс істеп жатыр. Мұның кәсібі ағаш шеберлігі. Мен соның қасында биыл 2 жылдың үстінде жұмыс істедім. Бұл енді ағаш шебері қырғы және домбыра әртүрлі аспаппен айланса береді. Бұл өзі кәсібін нәсіп көріп жүрген азамат. Ағаш шебер саласына осы досым Ержан енді бір өмірін ағашқа арнадық десек артық кетпейді. Бір 30 жылдай ағаш шебері болды. Осы жігіттің жанында жүріп, ағашшылыққа қызықтым. Енді қазақтың қанына бар қасиет қой. Бұлан түйін түйетін жігіт бұл. Сонымен осы жігіт екеуміз бірге ағашты бастап істеп жатырмыз. Аға, сәлеметсіз бе? Сіздің кигіз үй заказ бергенсіз. Керегем дайын болды ғой, Дайын болып қалды. Қандай керемет. Ержан Кәрімхан ағайдың шеберханасына келген мақсатым ұлттық құндылықтарды насихаттау мақсатында оқушыларға осындай кішкентай кигіз үйдің макетін жасауға келген болатынмын, жасатуға. Сондықтан ойлаймын, әрбір бала ол кигіз үйдің және қазақы ұлттық дәстүрімізді, салт дәстүрімізді біліп, бала кезден өсіп білу керек деп ойлаймын. Мен өзім педагог ретінде де, жай ана ретінде де еңбекке әрбір адам, ол адамгершілік тұрғыда еңбекті сүю керек, өзінің мамандығын сүю керек. Ол болмайды ғой, тек қана ол жерде жаңағы столда отыратын, андай мамандықтар қана емес, бүкіл мамандық иесі ол адамгершілік тұрғыда олар және қажеттіліктерді қамтып жатыр ғой. Сондықтан әрбір мамандық иесін өзінің бағалау керек деп ойлаймын. Цехimiz осы. Бірінші мынау такар жаңағы ыдыстарды, недерді қыратын, лесенжелердің балесіне таяқтарды осымен қарам. Қолдан істеп алғам өзім. Таза қарапайым, міне жерде шкип дейміз. Ағаштан тұр оның өзі. Ағаштан салып, такармен қырып, мыналарды сол өзім қолдан қарам жасаймын. Такарымыз мына жерде өзіміздің араларымыз ағаштылып істейтін. Мынау үйресіміз істейді орысшасы, қытайшасы ябози. Рәзмермен ағаштар сүргілеп нететін. Араларымыз ана жақта тақтай престер, сол. Осы шағын цехimiz сол енді. Осы жерде 3 кісі жұмыс жасаймыз. Қасымызда Ахмет және мен екі жігітті кәсіптендіріп отыр. Оның сыртында бұл енді теміршілік өнері де бар.
әлгі екінің бірі әнші емес, екінші бірі малшы емес дейді атамыз қазақ. Екінің бірінің қолынан келін бермейтін нәзік, сантимен істейтін жұмыс бұл енді. Бұл енді кәсібін, нәсібін мен көріп отырған азамат болғандығы үшін, бұл мына өкіметтен беріп жатқан арзан ипотека ақша алсам дейді. Осы шебердің өнерін бағалау мақсатында көптеген жұмыстар жасалса деген ойдамын. Өйткені ол кісінің жаңағы осы шеберханасын көріп кішкене жүрегім ауырып қалғаны бар. Өйткені мүлдем жағдай жасалмаған, өте қиын. Енді қарасаңыз бұл шаң, жаңағы көрдіңіздер ме, өте ағаш, бұл өте қиын жұмыс. Бұл жаңағы бір бояуды бүйтіп жағасап көрсете қоятын емес, өте жіңішкелікпен, жаңағы еңбекпен, қалай айтсам болады, өте еңбекпен келетін жұмыс болғандықтан, үлкен орын болса, жаңағы аспаптар болса, қазір көп қой аспаптар, қолмен жасамай, сонда жеңіл кететін аспаптар болса деп ойладым. Еңбегіңіз өте керемет. Бұл кісінің енді Өзі адам бір туылады ғой ағашшылық болып. Бұл ағашсыз өмір сүре алмайды деп ойлаймын. Біз бірге істеп жатамыз, айтады, андағың 2 сантиметрге қысқа дейді. Бұл ұзын нәрселерден 2 сантиметрге қысқа дейді. Метрді өлшесең 2 сантиметр қысқа болып тұрады. Бұның адамның соншалық дамығаны соншалықты, ол әр нәрседен біз өткіздік деген нәрселерді сипап отырып, міне тұр деп қолыңызға тайға таңба басқандай көрсетіп береді. Бұл кәсіби жағындағы деңгейі өте мықты, өте жоғары. Мынау енді тәкәрмен шыққан, мынау қолдан жасалған, осында интернеттен осыны істей аласыз ба деп заказ келеді ғой. Сол ағаштан енді көптеген заказдарды қабылдап ала аламыз, істей аламыз, істеп тұрмыз өзі. Қандай заказ берсе, фотосын әкеледі, мынаны шығара аласыз ба деп. Енді біраз нәрселерін шығарып бере аламыз. Жұмысымызды бастайық, бір мынандай недерден біреуін істеп көрсетейін, е? Әді бір ай сүрек аламыз, бір айда шығарып бере аламыз несін. Бір айдан көп жасалады, ағаштың баптауы қиын да. Ол ағашты баптап, осыны кейін жарылмау керек, аумау керек. Мынандай ағаштан біреуін алып, мынау таза. Осының бәлесіне осыдан шығарамыз ғой міне. Кептіріп баптап қойған ағашымыз. Осыны неге шығарып берейін мен, е? Шығарайық біреуін. Мен көп болғаны жоқ енді. Мен бұрынғы кәсібім басқа болатын. Теміршілікпен айналысатынмын. Осы қазақ еліне келгеннен кейін кәсібімді ауыстырдым. Құрылыс саласынан істедік. Көп уақыттарды алады. Ал оны дұрыстап кептіре алмасаңыз, ертең істелген жұмысыңыз істеліп болған соң ол жарылып кетеді, бұзылады. Ал оның жаңағы шаң тозаңы, оның суы, жасау, кесуі үлкен уақыттарды алады екен. Оның істеп шығару, бір осындай бір кішкентай бұйымды істеп шығару үшін көп уақыттарды алады. Ал ол бағаланбайды. Енді ағашымызды нетіп алдық, түзілдігін шығарып, енді такарға саламыз. Сентерін тауып, размері аламыз. 15 сәмнаны кішкене кесіп тау керек екен. Такарға салу үшін сентерін табу керек. Таза орта сентерін. Өйткені айланған кезде ағаш толқымайды. Таза сентерін табу керек. Ол маңызды. Бұда істеген кезде. Сол үшін мынаның сентерін жаңа дүзулегенде себебіміз де сол. Ағашты бірінші дүзулеп аламыз. Енді сентерін табамыз мынаның. Міне, нүкте. Бұл жерде қатты маңызды рол ойнайды. Ағаш толқып кетеді онда. Негізгі менің бұрынғы мамандығым музыкант болған, ән айтатынмын, сахнада болатынмын. Кейін оны тастадық белгілі себептерменен. Балашаға бағу керек, балалар өсті, той-тойлап, жыр-жырлап жүруге мүмкіндік болмады. Бұрын телевизия саласында да жаңағы диктор болып та біраз жұмыс істеген уақытында. Оның бәрі тастадым. Мүмкіндік берсе,
міндетті түрде жалғастырамыз. Ол енді өзіңнің оқыған кәсібің, сүйетін кәсібің неге жалғастырмасқа? Домбыраны алып айтатын болсақ, домбыраның өзі бір жаңағы күйдің күмбірінің өзі қаншама, егер де оны түсінетін адам болса, егер оны үлкен, жаңағы жерде үлкен тарихы жатыр ғой, үлкен тарих жатыр деп айтамын. Сондықтан бағалау керек деп ойлаймын бұндай кісілерді. Аз ақшаның құлы болмай, ақшасын қиып алса, игілігін көреді ғой оның, рахатын көреді дегендей айтамын. Бурылтайдың сағаш өткіл бермейді-ау, терең сайдың ау-ай. Ағаш беймұғада қырға дейміз ғой әгі. Лисиса, оның домбыра, оның мына үй құрылыстары жағы мына санатория сияқты нәрселерді сала береді. Бәрі қолынан келеді. Бұны білмейтін жоқ. Бұл 15 жасынан бастап жұмыс істеген ғой. Енді осы жерде сол кәсібімен шұғылданып келеді. Мықты азамат енді. Аман ба олайма. Бітіп тұрған домбырамыз енді дайын неге краскаға келе жатыр. Бір домбыраны енді бір топтап істелмесе, бұл бірден екіден істелген кезде уақыт алып қояды бірақ. Бетін шанағын құрастырғанда, шанағын ойын салғанда бірақ жеке-жеке істесеңіз тосылып қаласыз, кілей кеппей. Мынауымыз неге келді? Дайын деген сөз. Енді бұның міне бетін тесігін теземіз, ең кішкене ұсақ мелкей наждақтап лаққа қалды. Ол сынап, клиентке өзі домбыраны таңдап беруіне өзі жауапты болып таңдап береді. Енді осыны өзім істеп нетем деп жатыр. Негізі қазір кәдімгідей өзі шығару дәрежесіне кеп қалды, өзі жасап шығаруға. Стояр жұмысы физикалық тұрғыдан да, интеллектуалдық тұрғыдан да мықтылықты талап етеді. Көп уақыт аяқта тұру, ауыр материалдармен жұмыс істеу, шаң тозаңға шыдау оңай емес. Сонымен қатар дәлдік, шыдамдылық, креативтілік қажет. Қауіпсіздік техникасын сақтамау жарақатқа келуі мүмкін. Бірақ өз қолыңмен жасалған әрбір бұйымнан алатын шабыт, мамандығыңның жемісін көру барлық қиындықты ұмыттырады. Домбыра 20 мың теңгеден басталып 300 мың теңгеге дейін барады. Оның сол анау дыбысы дейміз, стелу мәнері, әшекейі, кәсіби домбыра дейді. Әдетте үйренушіге сететін домбыра соған қарай. Ағаш материалына оны істеуде әшекейі әртүрлі болады. Ағаш материалын баптауы, кәсіби домбыра дейді. Мысалы, сақаналық домбырада істеген кезде 300-400 мың теңге ғой. Оның ағашын баптауынан бастайсыз бірінші. Оны тілеуін ағаштың бас оң солы дейді. Оның енді сыры көп, мысалы. Еңбекқор деп, содан кейін бұл кісі нені жақсы көреді, шынайылықты жақсы көреді, әдемілікке жаны өте құмар. Бір нәрсені көрген кезде ол кісі соған қадағалап, мынаны былай жасау керек беді деп, өте шебер, сондай ұсақ нәрселерден бастап қадағалап отырады ол кісі. Өте еңбекқор адам. Бұл кісі өз ісінің маманы. Ойлаймын, бұл кісінің туада бойына біткен өнер ме екен деп кейде ойлап қаламын. Енді кез келген адамның қолынан келе бермейтін жұмыс бұл жұмыс. Кез келген адамның қолынан келе бермейді деп ойлаймын. Үй ағаш жасап жатырмыз, кигіз үй. Шаңырақ иеміз. Шаңырақ үй жатқан кезде анау қатты бір недермен иіп, туан қайынан иіледі ғой, пүтек ағаштан иіліп. Ол оғанда иіліп жатқанда сетпе болады, анау арқаммен тартып жатқан сынаммен ұрып отырып шаңырақ иеміз. Сол жағы сынамыз атылып кетіп бір қызық қой. Осы уақытқа дейін есімізден кетпейді. Мана ет тұрған адамды ағаштың сетпесі лақтырып жіберіп. Орындықтар жасатамыз, қазақша, қалай үлкен кісілерге тәпшан дейді ғой, сондай жасатқаным бар. Өте керемет жасалған. Нағыз ағаштан жасайды бұл кісі, қоспа, анандай қазіргі арзан материалдарды қолданбайды. Ағашты өздеріңіз білесіздер, табылмайды, ол өте қиындықпен келеді.
Сол ағаш шеберінің жұмысы бұл өте қиын жұмыс. Неге десеңіздер, бұл әрбір нәрсені ағашты осындай әдемілікке келтіру үшін бұл үлкен еңбек. Ол бір күн, ол 2 күн, ол 10 күн, ол 20 күнге созылуы мүмкін. Бірақ соны бағалайтын адамдар өте аз дегім келеді мен. Кей кездерде оған неше түрлі өзіңізден ой туындатып, өзіңізге ойға ой қосып, туындатып істейтін жұмыс. Одан кейін ол бір ағаштан жасай салуға ол мүмкіндік болмайды екен. Ағаштың қаншалық мықты болуы, қаншалық ағаштар біріне бірін қосу керек. Оның біріне бірін қосып отырып, содан үлкен ағаш шығарып, одан барып істелінген жұмыс ол керемет өнімді болады екен. Үлкен ағашты баптау керек, оны кептіру керек, оған үлкен уақыттарды алады. Бұл өнер бағаланып, болашақта осы өнердің көзі сақталу керек. Бұл кісілер өнерді алға қарай жалғастырушы ғой. Мен содан қорқамын, осы қиындықтан қорқып, адамдар бұны жалғастырмай қала ма деп. Ол арзан нәрселер, ол қалады, бір уақыт қит болады да қалады. Ал бұл кісілердің еңбегі өмір бақи тарихта ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын. Содан кішкене мен қорқамын. Соған жоғары жақтан кішкене қолдау болса бұл кісіге мысалы. Ағаш шеберлерінің ортақ мәселелері қаржы жағынан бірінші қиындық. Бұл бір заказды біреудің несін тапсырығын алып, оны уақыт бітіргенше бұған көп уақыт алады. Кейде біз 1 ай деп уақыт қойғанымызбен бұл кейде 2 айға, кейде 3 айға созылып кетеді. Біз ойлағанымыздан алып кетіп қалады. Өйткені неге дегеніңізде жаңағы ағашты баптау, барлығын дайындап болған кезде кейде ағашыңыз жарылып кетеді. Ол үшін ағашты молынан алып, алдын ала дайындық істеу үшін міндетті түрде қаржыға тіреліп тұрады көп нәрсе. Оны біз үстінен жасаймыз, уақытымен жасаймыз, 1 айда барлығын қысып үлгеріп, оған үлгермей қаламыз. Негізгі көп нәрседегі проблема солай деп ойлаймын. Айтатын болсаңыз, бұл саладағы жұмыс істеген адамның қажырлығы бұл енді лат жұмыс негізінен. Маланың шаң тозаңы, бір таза киіммен де жүре алмайсыз мынаның ішінде. Бір сыртқа базарға шығар кезде ғана алмасасыз, бас уақытта деген, бірақ күн-түні жалғап жұмыс істейсің, станокпен жұмыс істейсіз, оның дыбысы бар, баяғы қажырлықпен жұмыс істегеннен кейін оның несі көп жұмыс барысы. Ол астаудың, ыдыс-аяқтың жұмысы деген барысы, оны түсінген адам түсінеді. Бір даладан ақпен кесіп ақ келген бір шөркеден астау, ыдыс шығару деген оның жұмыс барысы деген өте күрделі. Білген адам біледі. Қызықты оқиғалар бұда өте көп. Шынын айтқанда уәде деген нәрседен амалсыз кетіп қалады екенсіз. Мысалы, бір нәрсені жаңағында айтқанымдай уақытымен тапсыра алмайсыз. Оған сіздің жұмыс берген адамыңыз ренжиді көп жағдайларда. Олар түсінбейді. Мен сізаған 40 күн деп едің ғой, мынау міне 60 күнге кетіп қалды. Көп жағдайлардағы қызықтылар солай болады. Жаңағындай мұндай аппараттар бар неше түрлі. Оны үлкен кішкене балалардың кіруіне мүлдем болмайды. Бұл өте қауіпті. Үлкен моторлар айланып жатыр. Бүлдіріп алатын нәрселер көп. Істеп жатқан нәрсеңді біз мынаны теріс ойып қоямыз. Ондай нәрселер көп кездеседі. Енді оның бәрін таңып мынау деп айта алмай тұрмын енді. Има келмей жатыр. Бұны әрбір балаға, кішкентай кезінен бастап сіңіру керек. Мысалы, жерде жатқан бір қазы балаларды алмайды ғой. Оны балам ал. Ол еңбек. Ертең может сол бала сондай еңбекке бару мүмкін ғой деген секілді адамдардың жүрегіне сіңіріп отыру керек. Бала ұрпақтан біз бастауымыз керек, оны бағалану керек деп ойлаймын. Қазіргі осы ағаш шеберлерінің жөнінен алғанда жалпылама айтсам да болады, өз басымнан айтсам да болады. Енді бір 10 жылдан кейін елестетсем, енді қалай істегеніміз, қалай төменгі деңгейде деп айтар едім. Өйткені мен соңғы 10 жылымдағыны елестетем да, өтіп қалай артта қалған.
Ол соң артта қалған 10 жылда бір станоктар кемшіл болды, таза қолмен істедік. Бұл енді өте үлкен жауапкершілікті қажет ететін мамандық. Мен ойлаймын, мектептерге де осындай жаңағы қолөнер ұйымдарын жасайтын адамдарды, мектептерге де бағдарлама кіргізу керек екен деп ойлаймын. Өйткені қазіргі балалар қолын кішкене балға ұрып кетсе, ісі бандай болып кетеді ғой. Сондықтан жалпы еңбекті үйрету керек. Еңбек болмаса, ол ешқашан нәтиже болмайды. Қазіргі таңда еңбекті өте бағалау керек. Осындай кісілердің еңбегін көрсету керек. Ендігі алдағы бір 10 жылды елестетсем, менде бір одан да бір озық станоктар болады, дамушылық болады деп. Артыңызға қараған кезде ол қалай көрініп тұрады да. Енді ағашшылық деген адамзат жаратылғалы осы табиғатпен етене бірге келе жатыр ғой. Өзіміздің мынау қазақ халқын алып айтсақ та, ағаштың кигіз үйден құралмалы көшпелі мәдениетке бейімдеп жасаған кигіз үйді жасап шығарды. Ағашшылық енді қазақтың қанында бар қасиет деп ойлаймын. Өзім арманым арасында мынау недерде бір Алматыда отырып, вокзалдан түсіп, бір қалың араққа салынып кеткендер болады ғой. Содардың бір тобына ақылдасып ойланып отырды. Апай, жағдайым болып, жұмысым дұрысталып, кішкене бір жағдайым дұрысталса, осыларды жинап алып, бір маман алып, осыларды тәрбиелеп, бір қайдадан бір адам қатарға қосып өзім жұмысыма кіргізсем деп. Олардың ішінде талай недер бар. Өйткені өзім көзім көрген бір 2-3 адам бар да, осыған салынып кетті, шебер қатты. Қолымнан әдемі келеді, мықты келеді. Бірақ ұстай алмадым. Арманым бір жағдайым дұрысталса, бүкілін жинап, бір психолог жағынан анау тәрбиелейтін бір адам алып, осы жұмысқа тәрбиелеп, соларды бір бүкілін жинап қатарға қоссам деген арманым бар, ол бұрында айтып жүретін. Қазақстанда столяр мамандығына сұраныс жоғары. Құрылыс қарқынды дамып, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарған сайын сапалы жиһазға, есік терезеге, ағаштан жасалған интерьер элементтеріне деген қызығушылық артуда. Көптеген мектептерде ағаш шеберханалары бар. Колледждер мен кәсіптік техникалық мектептерде столяр мамандығы бойынша оқыту жүргізіледі. Дегенмен, білікті мамандардың тапшылығы байқалады. Әсіресе, заманауи технологияларды меңгерген, креативті ойлайтын, өз ісінің шеберлеріне деген сұраныс жоғары. Қорыта айтқанда, столяр уақыт сынынан өткен, құндылығы ешқашан жойылмайтын мамандық. Ағашпен жұмыс істеу үшін де тарихты таразылап, мәдениеттің мәйегін сүзіп, өнердің өнегесін өре білетін өре керек.